Бүгінгі күннің тағы бір жаңалықтары. Көп инвесторлардың онша ұната бермейтін акциялардың бірі, бірақ осы жолы бұл акция бойынша жаңалық болып тұр. Бұл жерде Air Astana компаниясының акциялары қазір 750 теңгеден сатылып жатыр. Бұл акция негізінде IPO бойынша шыққан акциялардың бірі, қазақстандық. Бұрындары бағасы 1000 теңгеден асқан болатын, қазіргі бағасы 750 теңгені құрап отыр. Бүгінгі күнде бүгінгі шыққан жаңалық Air Astana бойынша 2024 жылға есеп беру анализына қарайтын болсақ, бүгін бекітілген жаңалық Air Astana компаниясы 2024 жылға дивиденд төлейтін болып шешті. Дивиденд бекітілді, негізі шешім қабылданды. Бүгін бір акцияға 53 теңге 7 тиын шамасында төленеді. Дивидендті реестрға тіркеу 24 июньға дейін жүргізіледі. 24 июньға дейін сізде Air Astana'ның акциясы бар болса, дивидендқа ілінесіз. 25 июньнен бастап дивиденд төлей бастайды. Air Astana компаниясы негізі дивидендтер төлеп көрмеген, бірінші рет болып жатыр. Бұл Freedom брокерінің зерттеуі бойынша целевой бағасы 1350 теңге деп жорамалдап отыр. Әлі де оны көре жатармыз.